Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым осы 10-шы баптың 1-ші тармақшасында жүк тасымалдаушы, жаңағы қазіргі әріптесім айтып кетті ғой, елеулі құқық бұзушылық жасаса, тараптардың органдары тиісті тасымалдаушының лицензиясын уақытша тоқтата тұруға және тасымалдауды орындауға тыйым салады делінген. Бірақ Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде темір жол, автомобиль және теңіз арқылы жүзеге асырылатын тасымалдау талаптарын бұзғаны үшін негізінен айыппұлдар мен тәркілеу ғана көзделген. Осы жерде егер лицензияны тоқтата тұру немесе қызметті жүзеге асыруға тыйым салу кодексте қаралмаған. Яғни ратификацияланатын заңмен екеуінің арасында қарама-қайшылық туындамай ма? Ары қарай сол баптың ішінде екі ел бір-бірінің қарым-қатынас жасағанда әр тарап өзінің ішкі ұлттық заңнамасын сәйкес жасалады. Ұлттық заңнамасын сәйкес шара қолданып жазылған. Соған сәйкес ондай бір-біріне қайшылық болмайды.